Құдық түбінде тұрса, бір қарға ұшып келіп, құдық ішіне қарай секіріп, қарғаны көріп, оны құтқарып қалғысы келген қыз дереу құдықтың шелегін тартып шығарып алған соң, шелек ішіне түсіп кеткен қарғаны сүзіп алса, алғаш өліп қалған құсап қозғалмай тұрған қарға кенет қанатын қағып, бұдан қорыққан қыз жығылып, қарға қанатындағы батпақтарды қыздың бетіне шашыратып барып ұшып кеткенде, қыз бетіндегі батпақтарды сүртсе, осы кезде құдықтан бір батпақ шығып жерге құлап түсіп, орнынан қайта тұрғанда біртүрлі құбыжыққа өзгеріп, қыздың артынан ілесіп, бұны көрген ауыл тұрғындарының бірі мылтығын шығарасыла, батпақ құбыжықты бір атқанда оның күл-паршасы шығып, басқа ауыл тұрғындары қызды көтеріп үйге алып кіргендерінде шашылған батпақтар қайта бірігіп, қайта құбыжыққа айналып, фильм ұнаса ақш жүрек беріп мені қосып алыңыз. Келесі мазмұнда тіпті де керемет киноларды жаңалайтын боламын. Батпақ құбыжық қызды асаған бойдан құдыққа қарай қашып, ауылдастар оны қуғанмен батпақ тез қарқынмен барып құдыққа түсіп ғайып болады. Әсілі бұл ауылда жақыннан бері осындай неше түрлі ғажайып жағдайлардың себебімен жоғалған қыздардың саны 10-нан асқан болып, ауыл тұрғындары бұлардың себебі Мыстан кемпірдің сиқыр деп қарайтындықтан, ендігәрі Мыстан кемпірдің тағы да бал ұрлауын бөгеу үшін атағы шартарапқа жайылған албасты қуалағыш бұйрабас және сарбас деген ағайынды екеуін шақыртып, ауылдастар оларға болған жағдайлардың барлығын түсіндірген соң, сол күні кеште ағайынды екеуі жұмыстарына кіріседі.